Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге осындай өте үлкен, көлемді және де жұмсақ болып пісетін, бір жасағаннан керемет болып шығатын рецепттердің бірі медовик тортының рецептісін ұсынғым келіп отыр. Көріп тұрғандарыңыздай, өте сондай жұмсақ болып пісіп шығады және де дәмі де ерекше, тіл үйретіндей өте дәмді. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Ендеше менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Бізге керекті заттарды алдын ала дайындап аламыз. Жұмыртқа, разрыхитель, қант, ерітілген сары май, бал, яғни мед және де електен өткізілген ұнымыз қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Содан соң оның үстіне құмшекер, яғни қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Венчикпен араластырсаңыздар болады. Бұл жерде ешқандай миксердің қажеті жоқ. Ал бөлек табада, яғни әселімізді, медімізді осылай салып аламыз. Баяу отта оның үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, тез-тез, яғни қасықпен тез-тез қозғай отыра, осындай қоңыр түске енгенше араластыратын боламыз. Үздіксіз араластырып отырыңыздар, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін осылай тез-тезден араластырып отырыңыздар. Міне бізде осындай қоңырқай түсте, яғни сарғыш қоңырқай түске енуі керек. Міне осымен бұл массамыз бізде дайын. Енді осыны ерітілген майдың үстіне құйып алатын боламыз. Мендегі ерітілген сары май 82,5% май, сіздерге де, яғни 72,5%-дан жоғары майды қолдануларыңызға кеңес беремін. Егер май жоқ болса, маргаринді де қолдануға болады. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. 2 массамыз, яғни содан соң жаңағы құмшекеріміз бен жұмыртқа араласқан массаның үстіне құйып алатын боламыз да, енді барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Әбден жақсылап араластырыңыздар осылай. Араластырып болған соң, енді електен өткізілген ұнымызды 2 бөлікке бөле отыра, оның үстіне разрыхительді салып, лопатаның көмегімен жақсылап қамырымызды дайындап алатын боламыз. Міне осылай. Бұл жерде, яғни қолдың көмегі қажет емес, яғни қолдың көмегімен қамыр илемейсіздер, тек қана осындай лопатаның көмегіне жүгіне отыра, осындай қатты сұйық та емес және де қатты қою да емес, біркелкі әдемі масса шығуы керек бізде. Міне осындай масса пайда болды. Яғни осындай масса дайын болуы керек. Енді осы массамызды табамызға астын майлап салып алатын боламыз. 3-4 лопата, яғни 3-4 қасық осындай салып алсаңыздар жеткілікті. Егер сіздерде пергамент қағазы болса, онда пергамент қағазын төсеп, сол пергаменттің қағазының үстіне осылай салып, дөңгелек етіп жайып алсаңыздар болады. Менде пергамент қағазы жоқ болғаннан кейін осылай табаны майлап, осылай жасап жатырмын. Және де оның үстіне ұнымызды осылай сүйіп аласыздар да, қолдың көмегімен дөңгелек етіп жайып шығатын боласыздар. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, себебі біздің жаңағы массамыз өте жұмсақ болғаннан кейін жыртылып немесе жайылмай қалуы мүмкін. Сондықтан ұнды себе отыра осылай жайып аласыздар. Міне 180 градуста алдын ала пешімізді қыздырып, 3-4 минутта пісіп шығады. Тез піседі, сондықтан, яғни тез-тез қарап тұрыңыздар. Осымен 4 қоржымыз дайын. Енді кремін дайындап аламыз, яғни бізде заварной крем болады. Сүтімізді құйып аламыз. Осындай менде 1 литр сүтті пайдаландым.
және де бөлек ыдыста құмшекерімізді салып аламыз, және де 4 ас қасық ұнымызды салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен сіздерге барынша түсіндіруге тырысып жатырмын достар. Толықыран описание бөліміне жазып қоямын. Сол рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де яғни сүтіміз қатты сәл ысығаннан кейін бір жұмыртқамызды салып тез-тез араластыра отырыңыздар. Және де жаңағы ұнымызды осылай аз-аз бөліктерге бөле отыра тез-тез араластырып отырыңыздар. Өйткені яғни бірден пісіп қалып жаңағы креміміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Креміміз дайын болды деген кезде осылай сары майымыздың аз бөлігін, яғни осылай салып аласыздар. Осымен креміміз дайын, енді оны жаңағы коржиктарға біріктіріп шығатын боламыз. Сіздерге, яғни мендегі жаңа сүтті пайдаландым. Сүтті жаңағыдай жайып аласыздар да бірінші кремнің үстіне, сонда біздің жаңағы коржымыз өте жұмсақ болып шығады. Ал жаңа заварной кремімізді осылай жағып дайындап аласыздар. Тортымызды яғни енді біріктіретін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсетіп шығайын. Осылай сүтті, яғни жағып шығасыздар. Бұл біздің корждарымыздың өте жұмсақ болып қалыптасу үшін қажет, және де заварной кремімізді осылай яғни жинап жайып аласыздар. Біздің тортымызды жинап алатын боламыз. Сондай керемет болып шыққан заварной креміміз. Барлық торттарым, яғни 4 коржда осылай біріктіріп алдым, кремімді жағып, енді бетіне әсемдік ретінде жаңағы қалған корждың шетінде, яғни қалады, соны майдалап, ұсақтап, осылай бетіне сеуіп шықтым. Қалағанша, яғни әсемдей берсеңіздер болады, бетін өзіңіздің фантазияларыңызға қарап. Міне осымен біздің медовик тортымыз дайын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, маған қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео рецепт шыққанын қалайсыздар, оны да міндетті түрде жаза кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Барлықтарыңызға ас болсын достар.